Reels талдау. Әр шығарылымда 10 Reelsқа разбор жасаймын. Көп қаралым жинауға кедергі болып тұрған қателерді көрсетемін. Және оларды қалай дұрыстау керектігін толықтай түсіндіремін. Мүмкін сен, көрермен, көп қаралым жинай алмай жүрсің. Себебі бүгін талдайтын Reels'тардағы қателіктер сенің де видеода бар. Сіздермен Елдос Сансызбаев, біз бастаймыз. Сәлем достар, талдау, Reels талдау келесі шығарылымға қош келдіңіздер. Біз қазір мен қазір тағы да 10 Reelsқа разбор жасаймын. Осындай разбор сіздерге керек болып жатса, сіздер білесіздер, менің инстаграмымда маған Reels'ты жібересіздер и жазып жібереміз. Мынау разборға, или хотя бы разборға деп просто жібермеңіздерші, кейде просто жібергеннен кейін мен білмеймін, сіздер маған сондай видео көрсеткіңіз келіп тұр ма, немесе разборға жіберіп тұрған разборға деп, окей? Сосын тағы моменттер басында бірден айта кетейінші. Вот мен байқадым, сіздердің араларыңызда кім разбор жіберді, солар толықтай разборды көрмей, просто өзінікін көріп кетеді. Вот сен көріп отырсың ғой, сен қазір өзіңнің рилсың тапсаң, вот көресің ғой разборыңды, бұл жерде жазып жіберші. Комментарийге осы ютубтың жазып жіберсіз, там, все, осындай инсайт алдым, окей, түсінікті, немесе бір какой-то сұрағың болса да сол жерге жазсашы. Сол жерге жазсашы өтініш. Кішкене активность көргім келеді де, шын айтсам, достар. Осы разбор уже үшінші аптасына тырысам қазір, вообще, наверное, аптасына сразу үшеу шығып тұратындай тырысам енді бұйырса. Соғанда маған да кішкене мотивация болсын деп солай істейікші, Все, договорились. Так, бастайық. Біз келесі өткенде мынамен аяқтадық, енді мына жақта Париж болып жатыр. Енді өтірік көрмегенде сияқты болмай қойым, негізі бұның алдында көріп шыққан бұл сіздердің видеоларыңызда. Так, музыканы сразу өшірем. А теперь ваша очередь. Делитесь в комментариях своим самым красивым фото из путешествия. Давайте вдохновим друг друга на новые поездки. Бізде негізі функция бар ма? Сізде функция қосылып тұр екен, фотомен бөлісу. Окей. Жалпы бұл деген жаңағы белсенділікке шақыратын контенттің түрі, жалпы вовлекающий деп айтсақ болады. Жақсы, окей болады, атып кетсе шанс болуы мүмкін, бірақ маған бар ғой сіздер мынандай простой видео емес, мынау где-то 5 минуттың істелінетін видео ғой, мынау рилсші. Маған кішкене сіздер анандай ізденіп, қарастырып, ойластырып, не туралы болса деген сияқты сондай бір осыны құрастырдым, басында былай ойладым деген бір кәдімгідей құрастырылған видео жіберсеңіз жақсы болар еді. Но тем не менее, Ақбөбек ханым, так, путешествие, продажи, продвижение, дейді, научу зарабатывать путешествия по всему миру, стар-директор. Не қойдым, кішкене сетевой жағынан қойдым. Негізі байқасам, мен бірден сразу айта кетейінші бар ғой, вот сізге де и көрермен болып жатса көріп отырған. Сіз бар ғой, мынандай пачка видеолар қатты көп кетеді екен бар ғой. Страшно көп кетеді мынандай пачка видеолар Сондай өте көп біреумен бірге түскен деген сияқты. Вот мынандай видеода муж в этом году надо затянуть пояса, раз надо, значит затянем дейді. Хорошо. Приколдар өтпеді, ол деген сіздің парақшаңыздың мақсатын ашпайды. Мен бірден айтайын қазір, сіздің парақшаңызда кірген кезде сіз бар ғой, саяхатқа желаниені прям анандай оятатындай парақша болу керек. Сіздің парақшаңыз кірген кезде адам парақшаңыздың видеоларыңызды көріп, ол деген ойбай, мен де осылай саяхаттағым келеді деген сияқты оятуыңыз керек соның ішіндегі желаниені. Сіз тревел блогер сияқты болуыңыз керек. Сода бірден мен кеңес айтайын, тревел блогерлерді көріңіздерші, қалай видео түсіреді, қалай түсіндіреді, қалай айтады. Мына жаққа бардым, осындай жерде болдым. Қараңыздаршы, бұл жерде, мына жерде осындай бар екен. Сол жағынан қатты үйрену керек. Мына видеолар оған жеткізбейді сізде. Осы видеолар сіздің сондай видеоларыңызбен, сіздің сондай контентпен сосын бірақ арасында қосылып тұрады, что сен просто саяхаттамай, еще и сен ақша таба аласың деген сияқты. Все, кайф, уже мәс саған. Саяхаттамай-ақ, саяхаттап, еще и ақша таба алам ба? Мәс саған. Вот соны ояту керек. Сіздің контентіңіз соны ояту керек. Сол үшін дұрыс бұл жерде стратегия құру керек негізі.
мен байқаймын сіздердің салаңыздағы енді тоже жіберетін маған рилстарды негеші разборға жіберетін бұның алдында не істесем болады деп запростармен келетін. Сіздер соны жасамайсыздар. Барлығы бірге просто вот какой-то видеолар, ну не, обожаю это чувство, как его там, тоже вот прикол сияқты өтетін ше. Мына жақта бірдеме сөйлеп жатырмыз ба? Интересно. Вот тоже сөйлемейміз, ананың артында не тұр мынау. А главное поучительное. Біз түсіндіріп, сөйлеп, жеткізуіміз керек те, вот сол жағынан көбірек даму керек. Сол жағынан жасасаңыз видеолар, саяхаттауға оятатын видеолар ше, все, сразу пушка сияқты ұшат сіздің парақшаңыз. Ұшат сразу, потому что travel блогинг өте жақсы сала, осы контенттердің саланың ішіндегі жылдам парақшада қаралым жинап, оқырман жинайды. Сол. Так, рахмет сізге. Келесі мынау негізі. Негізі Жанар ханым мен негізі шәкірттім. Ол жақын арада тіркелген 9-ма либо 10-шы потокқа тіркелген. Бұл Жанар ханым пока еще үйреніп жатыр. Мынау бұның алдында жіберілген видеосы. Мен все равно енді қысқаша айта кетейін. Жанар ханым, сіз менің шәкіртімсіз. Сіз кез келген видеоңызға мен всегда любой моментте личкаңызға разбор жасай аламын. Оны ұмытпаңыз. Жіберіп қойғанымен бір жерде осы жерде қысқаша айта кетемін. Но мен бұл туралы сізге личкада тоже шайнап тағы беремін. Так, не деп жатырмыз? Регидронды қалай дұрыс беруге болады? Регидронды қалай дұрыс беруге болады? Негізі мәселе бұл жерде көбісінде бар ма екен, адамдар ойланып жүреді ме, регидронды қалай дұрыс берсем болады? Көбісі ойлап жүреді ме сол мәселені? Жоқ, әрине жоқ. Бізде регидронды не үшін біз береміз? Регидронның беретін себептері анандай кишечный инфекция немесе инфекция кезінде ғой деймін, көбінесе сол кезде береміз де. Біз әрине бұл жерде хотя бы басында назар аударсақ, сіз регидронды дұрыс бермей жүрсіздер. Ол бірінші. Сосын айтасыз, дұрыс бермесеңіз, балаңызда мынандай нәрсе болып қалуы мүмкін, қорқытасыз. Сіз енді дипломы бар врачсыз. Сосын тыңдайды. Себебі аналарға кішкене арналған бұл контент баласы баршы. Сонымен олар осы жерде регидрон туралы кішкене білет, енді любой ана білет естігенші. И осымен назар аударсақ дұрыс. Мынау біз кішкене сабақ беріп отырмыз да. Регидронды қалай дұрыс беруге болады? Дұрыс беруге болады деп отырмыз. Оны бұйырса үйренесіз, жасайсыз. Ну, жалпы парақшаңызда кіріп те айта кетсек, біз көп анандай пайдалы ақпараттармен біз бұйырса бөлісіп, біз сыртқы контент деген түсіне кетесіз. Врач вообще жылдам жинайды, дұрыс назар аудартып, дұрыс сыртқы контентті таңдап, біз ататын боламыз бұйырса. Пока сіздің парақшаңыз, видеоңыз бойынша осы. Так, келесі. Жақыныңыздың туған күнін қалай құттықтарыңызды білмей жүрсеңіз, біз сіздерге осындай керемет безендіруде жүрек, арқада эмоциялық көңіл күй кеш сыйлауға біз әрқашанда. Так, мынау сразу айта кетейін, мынау бірден сату контенттің түрі, потому что біз мынаны көрсетіп, біз уже сатып жатырмыз. Сату контенттің қаралым жинау способтары бар, бірақ бұндай видеоларда сату бойынша бізде қаралым жиналмайды. Мен вообще мына парақша бойынша мен сразу идея айта кетейінші. Мен ойлаған бар ғой, сендерге знаете, не істеу керек, сендерге сценка жасау керек. Мынандай жерлерде анашым, мынау сендерде предложение жасайды ғой. Сонда мынандай идеяны жазып алыңыз, істеп көріңдерші. Тек актерді аласыңдар. Актер ма олар, достарыңыз ба, өздері ойнай ма, екеуін алып, как будто отказ жасағандай, анау жылап кетіп қалғандай сондай сцена жасап жеріңдерші. И сондай сцена көп жасаңдаршы. Немесе бір досы екінші жақын досына, жігіт ретінде мынандай құттықтау жасайды, мысалы, досыма деп, анандай сердечкамен. Ажиотаж болады. Страшно көп қаралым жинайсыңдар. Вот сондай идея қосыңдар. Күтіп отырмай кімді? Так, музыканы қосып өшірейін сразу. Мынау көрініп тұр, продукт бар екен. Бірақ сендер вот как гүл сататындарда сияқтыша сендерге креатив қосу керек осындай. Былай просто көрсете салу, осындай келді, мынау бізде танымал адамдар емес, келді, көрді, жылап жатса, окей, эмоция кетті, қаралым жинауға мүмкіндік шығып берілуі мүмкін. Но жаңағы сияқты креативтер қосып көріңдер, сосын маған жіберіңдер. Тағы рет көрейік, солай жасадық, міне Елдос мырза көріңізші деп. Так, келесі. Так, мына жерде музыка жоқ. Детей невозможно контролировать на людях дейді. Как моя мама контролировала меня. Әрине.
миллениалдар түсінетін шығар бұны. Ну, қызықты видео, иә, бірақ опять мынау не ойын сауық ретінде видео, ешқандай мақсатымыз еш нәрсе бұл жерде ашылған жоқ. Ал Мақсат мырзаға кірсем, фитнес жайлы, пайдалы, қызықты, күлкілі рилстар дейді, иә. Енді әртүрлі фитнес жайлы, пайдалы хотя бы екі нәрсе бір жерде болып тұр. Но сіздің денеңіз бе, ой, красавчик, мықты екенсіз, базар жоқ. Енді бізде бұйырса осыған да жетейікші, тренировка жасап бар ғой, мен қанша уже тастап кеттім тренировкаларымды. Енді фитнес жайлы, пайдалы, қызықты дейді. Мына видеодан кейін YouTube маған страйк жіберіп, бірдеме жіберіп жүрмесін. Так, фитнес жайлы. Мен не бұл жерден күтемін фитнес жайлы ше? Фитнес жайлы болғанымен мүмкін фитнес бойынша кеңестер, я, осы денеңіз негізі мықты. Сізден осы денеңізді көрсетіп, қандай тренировка жасап жатқаныңызды көріп қалсам, мен мысалға ше, мынаны жейміз, диета туралы сол бойынша мен күтудемін. Бірақ бізде ондай жоқ. Твой друг сказал сегодня, вот прикол тоже кетті. Мне хватает сна, мынау тоже прикол тоже кетті, иә, мысалы. Прикол кетті, мынау да прикол жоқ. Мақсат мырза, сөйлеңіз. Фитнес тренерлердің парақшаларын көрдіңіз. Міне, наверное, тіркелгенсіз. По-любому тіркелгенсіз. Фитнес тренер бар шығар арасында. Бар ма екен? Өте аз екен. Мықты фитнес тренерлердің парақшаларын көресіз ғой, олар күштік диетамен бөлісіп, тренировкаларға осылай істе, былай істеме деп, сондай болу керек. Сондай мақсатымыз ба сізде? Жалпы мақсат сол жағынан болып жатса, окей, солай істейміз. Сонда бізге қандай адамдар тіркеледі? Мақсатты аудитория бізде фитнеске тренировка жасағысы келетін сияқты сондай өседі мысалға ше. Наверное, тренерсіз. Мен білмеймін, сіз тренерсіз ба, тренер емессіз ба, бірақ осыдан бастап сондай аудитория ақындап жинауға болады. Білмеймін, тренерсіз ба, негізі тренерге ұқсайсыз. По-любому бұндай денемен сіз точно, так, егер беліңіз ауырып мазалап жүрсе, вот, хотя бы мынандай, бірақ түсіндіріңіз, сөйлеңіз, Мақсат мырза, ұялмай сөйлеңізші, пожалуйста. Шығып сөйлеңіз. И сіздің парақшаңыз бүкіл приколдарын бәрін алып тастау керек. Прикол 0 болу керек сізде. Сізде тек осы кеңестер, осы мақсаттан мен үйренгім келеді, мақсатқа тіркелдім, себебі мен бұлшық етін өсіргім келеді, осындай мықты денемді шығарғым келеді, сол үшін мен тіркелгім. Сіздің парақшаңыз сондай болу керек. Ондай парақша тоже өте оңай шығарып жасау, тем более бұндай денемен уже. Так, келесі. Кеш болуына қарамастан, нәубеттегі заказымыз қаламыз орайында жайласқан IT парк имараты жанындағы 16 этаж домға келдік. Клиентіміз 10 дана фотомагнитке бұйыртпа беріп еді, бақаларын әдеттегіден арзан қылып, ұнамлы бақада қылып бердік. Өзгеше сауға естелік кел. Так, бұл да, вот, например, какой-то, наверное, Өзбекстаннан жіберіп отырсыз ғой дейін, я, плюс 9, я, Өзбекстанға үлкен сәлем, рахмет жібергеніңіз үшін, мүмкін Қарақалпақстаннан, тем не менее, короче, қараңыз, тыңдаңыз. Негізі, не жетіспей тұр бар ғой, мына фотомагнитті мына жерде Ассалаумағалейкум. Бұндай видео енді қаралым жинамайды енді. Мақсаты мен жіберіп отырсаңыз, мен всегда айтқам, сіздердің запростарыңыз неге менің видеом қаралым жинаған жоқ дегенмен, бұл видео енді бірден рекомендацияға шығып адам көріп отырса, енді бізде бірден түсінбей отырмыз, не подарок анаушы? Не подарок? Ішінде мен түсінуім бойынша, енді мен зерттедім парақшаңызды, сіз фотомагниттерді сатасыз. Вот сол фотомагнитті қалай жасайтынымызды көрсетейік десек те, мынандай видеоны ашып көрейін десем, вот музыка тұр, қалай жасалынып жатыр, вот процесс видеоны көрсетсек те қызықты болады, но міне жауып тастады мына видеомызды. Көрсетпейсіз ба қандай фото таңдадық, сосын оны шығардық, сосын ары қарай қалай жасалынатын, егер процесін көрсетейін деп жатса. Процесс өте адамдарға қызықты. Процесс видеолар қалай жасалынатын сізде жалғыз жасамайсыз фотомагнитті. TikTok-тан көріңізші қалай дұрыстап жасап жатқанын. Сонда көріп тұр. Бірақ мынандай идея бар. Сіз мынандай танымал адамдар болады ғой. Мысалы, танымал адамдар. Мысалы, футбол өтіп кетті, қазір. Футбол өтіп кеткені жылап жатқан кім? Роналдо ғой деймін, Роналдо жылап жатқан магнитикті қоясыз да, қасында жылап жатқан естіп тұратын қою керек, жасынан жігіт жасайсыз естіп тұратын ше, қасында магнитик кубокты ше, екі кубок тұрады, типа жақындатып алыстатып, жақындатып, прикол ғой, қызықты негізі. Сол тағы да қандай нелер бар ше, қызықты адамдар бар, танымал адамдар бар, сол магнитикпен бір-біріне қоятын деген сияқты. Сондай креативтік идеялар шығару керек. Сондай жасау керек ше, сондай мен қаралым жинауға болады.
А мынау просто фотомагнит, мынау бірінші адам мына адамға апара жатырмыз, фотомагнитті мына бесінші адамға апара жатырмыз. Ондай бізде қаралым жинамайды. Өкінішке орай жинамайды. Креатив қосу керек, креатив қатты қосу керек. Так, рахмет. Келесі, так, 1, 2, 3, 4, 5, жоқ 1, 2, 3, 4, 5, иә, бесеуін қарап тұрсыз, тағы да бесеуі бар. Так, мына. Сіздің сәтсіз Так, өтуіне Сапарбек мырза кезінде мен Никулиннің мастер-классында сабақ өткізген кезде, мен мына жерде бармын, кстати. Танысқанбыз, Тамада, негізі Тамада бізде. Енді видеоңызды көрейік. сәтсіз өтуіне себеп болатын екі үлкен қателік. Тойыңыздың сәтсіз өтуіне себеп болатын екі үлкен қателік. Егер осы қателікті жасап жүрсеңіз, той жасағалы жатсаңыз, осы рилс сізге арналады. Жақсы, басында жақсы назар аудардық негізі. И таңдалған бастапқыда осы мазмұн, осы идея жалпы жақсы. Осы Тамада таңдау бойынша қандай қателіктер. Бірақ мен бар ғой, мына басында айттық қой, күшейту деген сізде болды, күшті болды. Міне. Тойыңыздың сәтсіз өтуіне себеп болатын екі үлкен қателік. Егер осы қателікті қателік, иә, и сосын күшейту. Егер осы қателіктер жасап жатсаңыз, бұл сіз үшін дегеннің орнына, егер осы қателік жасап жүрсеңіз, тойыңыздан быт-шыт болып шығады десек, сонда көреді. Жүрсеңіз, той жасағалы жатсаңыз, осы рилс сізге арналады. Ал мен не күтем? Мен қазір қателіктерді күтем, именно Тамада таңдау бойынша, иә? Бірінші қателік ол Тамаданың арзанын таңдау. Все, мына жерде мен өйстім, шығып кетемін. Шапай қалдық қой, ну, все өткізіп жібердім мен мына жерде. Наверное, статистиканы кішкене шұқылап қарасаңыз, осы моменттерде уже адамдар шыға бастаған шығар. Себебі басында бір күшті назар аудардық та, мына жерде уже мен ожидать еткен нәрсені айтпай жатырсыз. Арзан Тамаданы таңдау. Получается, біз уже ақырындап сата бастайын деп жатырмыз бұл жерде. Арзан таңдама, қымбатты таңда деген сияқты ше. Сол себепті тойыңыздың келген қонақтарының көңіл күйі күрт түсіп, бүкіл қонақтарыңыз жалығып кетуі мүмкін. Тойыңыздың барлығын соңында қалдыру, яғни Тамада, биші, әнші, шоумендерді сіз тойыңызға жақындағанда іздесеңіз. Бұл кеңес, Сапарбек мырза, бұл кеңестер уже сатып алайын деп тұрғандарға арналған. Жоқ, сіз кеңес айтуыңыз керек. Кім ойланып жүр қандай Тамаданы жалдаймын деп. Егер сіз мені таңдаңыз десеңіз, онда сразу осы жерде жаңағы назар аудартан кейін мені таңдаңыз деп айта салсаңыз да дұрыс жөн болушы еді. Бірақ сізге пайдалы ақпарат берейін десем, пайдалы ақпарат беріңіз сонда. Дұрыстап беріңіз. Таңдаған кезде дикциясына қараймыз ба, қарамаймыз ба? Қандай тойлар бұның алдында өткізді, өткізген жоқ? Боқтық сөз айта ма, айтпайды ма? Конкурстары қандай деген сияқты сол жағынан көмектесіңіз. Сол жағынан көмектесіңіз. Кәдімгідей мені таңда деген сияқты емес. Сол жағынан кеңестерді ашып көрсету керек. Сол кезде рилс қаралым жинауға шанс бар. Сондай бір пайдалы ақпараттар бар ма? Қанша бар? Кімнің кәсібиінде қанша? Бастайын, ешкім ақ қойын деп тұрған жоқ ол, қызық болсын да, подарок берейін деп жатыр. 607. Енді осы салада болғандықпен, осы салада көп жаңағы сіздің басқа тамадалар парақшаларында көргенімен сіз білесіз, мынандай видеолар жақсы өтеді негізі. И әрине осындай видео өтті, сіздердің конкурстарыңыз. Енді парақшаларыңыз конкурстарға осы запистер қандай болды, соның ішінде алып шығып, кеңестерге жаңағы көмектесеміз біз, тілек, ешкім тілек айта алмайды, тілек бойынша көмектесіңіз, батай, қалай дұрыс айтамыз, сол бойынша да көмектесуге болады. Сосын неше түрлі пранктар ішіндегі, тоже заранее ұйымдастырылған, заранее актерлар дұрыстап дайындап қойған, сондай пранктар жақсы өтеді. Енді көргенсіз, жасағансыз, қаралымды арасында жинап көргенсіз. Жаңағы видео бойынша соны айтайын дегенмін. Рахмет, рахмет. Так, келесі. Қай әулетте сыйластық бар, сол жерде береке болады. Ал енді ынтымақтың басы не дегенде, ынтымақтың басы бір-біріңнен бәле іздемеу. Бір-біріңнің кемшілігін іздемеу. Бір-бірінің кемшілігін іздеген әулетте ынтымақ болмайды. Қателеспейді. Так, Алиби мырза, вот мен бірден парақшаңызда кіргеннен кейін мен ана видео көріп, жалпы ол ондай видео әрине қаралым жинамайды, шанс өте аз, себебі адамда фокус айтылып жатқан сөздерге сіздің жұмысыңызға емес. Мен байқаймын, көбісі солай пайдаланып аудионы видео жасайды, кейде қаралым жинап кетеді, бірақ
қаралым жинаудың себебі и кім тіркеледі, ол жақта да ойлану керек ше. Адам тіркелсе бұл жерден мүмкін тағы да сондай бір күшті нәрселер айтатын шығар деген немен тіркеледі. Сіз сөйлеп, сіз айтуыңыз, сіз түсіндіруіңіз керек. Енді парақшаңызға кірсек, все уже не так, как раньше. Время убегает дальше. Кто ближе, кто-то дальше. Как жаль, что мы стали старше дейді. Әлиби мырза, осы кіргенімен мен енді бір мақсатыңыз бар шығар, все-таки мен парақшаңызды бұның алдында көрдім. Осы екі рилста бір жұмысымызды көрсете кеттік ше. Осымен айналысады екенсіз ше. Керамогранит пен кафельді 45 градуспен кесу жұмыстарын ұсынамыз. Жақсы. Кез келген өлшемде дәлме-дәл сколсыз кесіп береміз. 45 градуспен кесу қажет болса, бізге хабарласыңыздар. Сапалы жұмысқа кепілдік береміз. Біздің мекен-жайымыз Тараз қаласы, проспект Жамбыла, 109. Әлиби мырза, көбірек анандай рилстарды көріңізші, осындай саладағы керамогранит болсын, плитка жасайтындардың тиктоктың парақшаларын көріңізші. Мен шын айтсам, сіз сияқты жігіттерге мен қатты көмектескім келеді, потому что сіз үлкен жұмыс жасадыңыз, сіздің сезіміңізді түсінем. Мынандай видео сіздерге түсіріп салу өте қиын. Себебі сіздер қатты достарыңыз ойлап кетесіздер. Ана районский өздер пацандарды, соларды қатты ойлап кетеміз да, жігіттер не ойлайды, бүйтеді деген сияқты блогер болып кетті ме? Сондай қысылым көбісіне дамып кетуге қатты кедергі болады ше. Қатты кедергі болады. Сіздер миллиондап табатын ақшаға үлкен табыстың алдында сол кедергі тұрда көбісі өте алмай қалады. Сіз өттіңіз, мен қолдаймын сізді. Молодец, красавчиксіз. Бірақ енді істесек дұрыстап істеуіміз керек. Енді шығып айтыңыз, түсіндіріңіз, осы керамогранит қалай түсіресіз, қалай жасайсыз, қандай заказ болды деп уже сөйлеуіңіз керек. Мынау телеарнаға арнап отырған бір жарнама сияқты. Жақын Әлиби дос сияқты түсіндіретіндей шығыңызшы мен. Елестетіңіз, менде ана досым көріп жатыр. Соған түсіндірейінші қалай жасау керек екенін. Керамогранитті таңдаған кезде осындай таңдаңыздаршы достар, осындай таңдаған кезде былай таңдасаңыз дұрысырақ болады. Мынандай түспен көп таңдағаныңыздар деген сияқты мысалы ше. Сізде тәжірибе бар уже мына жұмыстарыңыз бойынша. Тәжірибеңізбен неше түрлі клиенттерде өтті. Қандай көбінісіне сұрақтар болды, қандай қиыншылықтар болды адамдарды осы керамогранитпен жұмыс істеген кезде, сонымен бөлісіп айтыңызшы. Бөлісіп көбірек айта беріңіз. Ұялмаңыз. Мына парақшаның мынаның бәрін алып тастау керек. Міне жұмыс бар. Әне күшті жұмыс жасайсыз, түсіндіріңіз, жеткізіңіз ақпаратты. Мынаның бәрін алып тастау керек. Мынаны көргенімен мен мысалы сізді таңдамаушы едім, мен айтпаушы едім, маған керамогранит керек деп. Жоқ, мынау какой-то енді басқа вообще парақша бір бандитский болып бара жатыр енді. Сөздің шыны керек. Енді сізді бандит деп отырған жоқпын. Мынау сондайға ұқсайтшы. Сіз де ондай адам емес шығарсыз. Мен білмеймін сізді. Ондай адам емес шығарсыз. Бірақ мына жақта сондай болып көрініп тұршы. Мына жақта вообще бір туысқанымның, ағамның бір парақшасына кіріп кеткен сияқтымын ше мына жерде. Мына бәрін алып тастау керек. Егер арнайы прям жұмысыңызға арнап жасағыңыз келсе, істеңіз. Сосын бір видео түсіріңізші, сөйлеп, жасап, камераға қарап тұрып, маған жіберіңізші. Мен тексеремін. Мен қолдаймын сіз сияқтыларды. Мен қолдаймын. Сәттілік тілеймін. Көп рахмет жібергеніңіз үшін. Красавчиксіз. Рахмет. Так, келесі. Мына жақта не бізде? Сәлем, баршаңызға қалайсыздар, қыздар, қалдарыңыз қалай? Кішкене қолым босаған еді, сіздерге Сабикот туралы айтқым келіп тұр. Бәріңізде мен сияқты. Анара ханым, уже сіз мына видеода бастапқыда 3 секундта мен де көп айттым, өзіңізді естіген шығарсыз, все равно енді контент салып жатырсыз, парақшаңызда да контент бар, қазір кіріп көрсек. Сіз білесіз, бастапқыда ең маңызды бірден назар аударту. Сол үшін мен видеоны ешқашан бастамаймын. Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Мен бүгін жоғалып кетіппін, оказывается, кішкене сіздерге осы ақпаратты жеткізейін деп едім. Мен енді пробный рилс туралы сіздерге айтайын деп жатырмын. Жоқ. Все, мен өткізіп жүрді. Сәлем, қалыңызда қалай деген жерде. Сіздің видеоңыз қай жерде басталу керек? Секреттестер ғой, үйде отырған аналарсыздар, бәріңізде қол жетімді бағада памперс алғыларыңыз келеді. Вот мен мына жерден бастаушы едім қазір. Секреттестер ғой, үйде отырған аналарсыздар, бәріңізде үйде отырған аналарсыздар дегеннен бастаушы едім. Хотя бы аналар көрген кезде бірден өзін көріп қояды. Бағада памперс алғыларыңыз келеді да, қазіргі уақытта тем более памперстің бағасы деген қымбат. Памперс деген кәдімгідей күнделікті пайдаланғаннан кейін көп кетіп қалады. Сол себепті
сіздерге Сабикодан жақсы бір мүмкіндікпен памперс алуды сіздерге ұсынамын. Сабиконың өзінің сайтында өзінің Сабико дегенде бұл жерде памперс сатасыз ғой деймін. Mom Lifestyle дейді. Енді сол видеоны жібердіңіз, сіздің жіберген запростарыңыз, мен всегда айтамын, неге менің видеом қаралым жинаған жоқ дегенде. Конечно, ол видео қаралым жинамайды, себебі ол ең алдымен сату контент болғанымен еще и басында назар аудартқан жоқ. Біз просто бірден видеоға жылдам айтып түсіріп жеткізе салдық ше. UGC креаторсыз, UGC креатор бойынша да вот мен бұның алдында салдым жаңағы бірінші выпускты бір көріп жеріңізші. Сол жерде мен күштілеп разбор жасадым UGC креаторда. Сіздің видеоларыңыз сату бойынша көп жұмыс істеу керек, чтобы сататын видео көп қаралым жинады. Ол жақта бірден мен мына жерде түсіндіріп, маған 3-4 күндей керек сізге оны жеткізіп, жасап, істеп, соны талқылау үшін. Мына видео қаралым жинады. Ойлаш, құрбым сені әлі тұрмысқа шығу, ата енеге жағу, байыңнан көңілін табу, токсикоз 10 сантиметр раскрытие күтіп тұр, ал мен уже өттім дейді. Я, например, бұл видеодан осындай жазу видеолар өте көп екен, да? Бұндай видеолардан адам деген, мен рекламодатель болсам мысалға, мен мынандай видеолардан кейін мен UGC креатор, мен осыны жалдауым керек деген желание жоқ менде. Сіздің енді UGC креатор деп болғаннан сол үшін айтып отырмын. Бұндай видеолар, осындай жазулармен ол оятпайды адамды. Вау, осы Анара күшті түсіндіреді. Вау, Анара жазшы, пожалуйста, қанша тұрады, қандай деген сияқты оятпайды. Сол үшін сол жағынан жұмыс істеу керек. Жаңағы видеода сөйлеп жатсыз, күшті сөйлеп жатсыз ғой. Керемет, жақсы сөйлеп жатырсыз. Сол жағынан даму керек. Сол, рахмет, көп рахмет сізге. Келесі. Бізде неше видео қалды? Бізде 2 видео қалды ғой деймін. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бен 10 алдық, кеттік. Так, видео, мына жақта музыканы өшіріп тастаймын сразу. Жазу жай ғана сөздерді қағазға түсіру емес. Ол ойды реттейтін, адамды дамытатын күшті құрал. Сонымен бітіп қалды. Тағы бір рет көрсек. Жазу жай ғана сөздерді қағазға түсіру емес, ол ойды реттейтін, адамды дамытатын күшті құрал. Окей, ол түсінікті нәрсе. Шай ішсең, шай сенің асқазаныңа барады деген сияқты нәрсе. Жаңбыр жауса, сен су болып кетесің деген сияқты совсем қарапайым нәрсені жеткізіп отырмыз. Бірақ ары қарай ашып түсіндірсек те, вообще сөйлесек қой. Сөйлеп түсіндірсек қой. Әсем ханым, қазір ашамыз. Көреміз. Вообще кім біз? ЖИ арқылы үйде отырып та табыс табуға болатынын жеңіл жолмен үйретемін. Қызық болса жекеме даму. Окей, ЖИ арқылы. Енді ЖИ бойынша бізде не видео бар? По-любому мына жақта музыка. Мен қоспаймын музыканы. Сонда не мынау? Ең ерекше елдердің бір Жапонияға саяхат жасаймыз. Бұл елде 1000 жылдық дәстүрмен ең жаңа технология қатар өмір сүреді. Келіңіз, бірге тамашалайық. Жақсы. Қазір мен Жапонияның ең танымал символдарының бірі сакура гүлдерінің арасында тұрмын. Жапондар үшін сакура жай ғана әдемі гүл емес. Ол өмірдің өткіншілігін және жақсы келе жатып, енді детальдарға. Енді мен уже детальдарды айтамын. Мынау в общем күшті. Енді күшті деп жаба салмай, мен уже детальдарға тисе бастаймын, потому что енді мынандай видеомен ол деп кеткен, естідіңіз ғой, монтажда екеуін дұрыстай салсақ қой, кішкентай детальдарды сапалы жасап жатсақ, күшті бастап кетіп, енді анандай моменттерде дұрыстап жүру керек. Өткізбеңіз ондай моменттерді. Так, дальше. Бір сәттің қадірін еске салатын ерекше белгі. Сондықтан бұл күндері мұнда адамдар көп келеді. Киото Жапонияның мәдени жүрегі болып саналады. Бұл жерде ғасырлар бойы сақталған ежел. Короче, мынандай видео жасасаңыз, керемет. Короче, осындай план сізге. Жаңағы сияқты видеолар жасау керек, бірақ қысқарту керек. И қысқартқанымен слишком не болып кетпесін, National Geographic болып кетпесін, Discovery Channel болып кетпесін. Короче, телевизордан көрсететіндей болып кетпесін. Все равно назар аударту керек, и өте қызықты заттарын көрсету керек. Мына монтаждың аяғында сіз осылай ауылдан бірақ шығасыз. Сонда шок болады адамдар көрген кезде. Мәссаған, мына ойлап қалдым, мынау Жапонияда жүр деп, оказывается, мынау жасыл интеллектпен жасалған екен деген сияқты. Вот, жасыл интеллект бойынша мен жалпы көп, бұның алдында да разбор жасағам, 2-де де бар,
бірде де бар, тауып көріп көріңізші. Сіздің парақшаңыз енді арқылы үйде отырып табыс десек, кешірім сұраймын, біз жеткізуіміз керек осындай жасанды интеллект видео жасап табысты көрсету керек, қанша табыс қандай болып жатқанын. Плюс еще неге осыны үйрену керек, плюс еще осыны срочно үйреніп қазіргі кезде жасап дамып кетсең сен қалып қалмайсың деген нәрселер шығару керек. Ну и жаңағы сияқты видеолар ол бізге дәлелдейді біздің жасанды интеллект бойынша видеоларымыз мен мықты жасаймын деп. Мынау не 136 мың қаралым жинап. Тоқташ балам. Тоқташ балам. Да көріп отырсың, тыңдашы. Танысың берген түйеден, Құдайдың берген Мынау кім? Құтсар. Айжан монтаж дейді. Мынау не парақша? Бүгін менің туған күнім. Жау алыс. Мынау не екінші парақша? Жасанды интеллект Айжан монтаж. Тоқташ. Әсем. Наверное, сіз соның шәкіртісіз. Понятно. Сол арқылы мынау қаралым жинап кетті. Енді өзіңіз де солай жасаңыз енді. В общем, бірінші мен екінші выпуск, пожалуйста, көріп кетіңізші. Сіздің парақшаңызда мынау видео күшті жасағаншы жаңағы. Сондай сізге ояту керекші. Адам кіріп барған кезде ол да жасағысы келу керек осындай видеоларды. Жасағанымен еще ол табысқа шығуға, вау, солай болады ма екен, и сондай желаниені арттыру керек сода. Вот. Рахмет. Мынау вообще мен мына видеоны туралы ұмытып кеттік. Мынау не? Біздің немізге сай емес вообще. Біздің мақсатымызға вообще сай емес видео мынау. Так, келесі, ең соңғы. Ұстазын жүзіретіп шақтаған маньяк қыз, оның есімі Чон Ю Джон, 23 жастағы оңтүстік Кореядан. Қыз әжесімен бірге тұрған. Bir кезде ол қорқынышты сериалдар мен кітаптарды, қылмыстарды, оқиғаларды қатты іздеген. Оған қылмыскер болу қандай болады деген ой мазалаған. True crime-ді өте қатты жақсы көрген. Қылмысты қалай жасыру керектігін көп зерттеген, көп ойлаған. Ол бірнеше ай бойы. Мына парақша, мен понял, қорқынышты кино көп көріп те ауру болуға бола ма? Негізі өте ұзақ болып кетті. Сонымен бұл кино туралы айтып отырмыз ба? Или Кейін. Так, мен кірейін. Жасар. Цель 10К, тренировки, спорт, развитие, привычки. Вообще бұған біздің мақсатымызға сай бірде нәрсе жоқ, тренировка да жоқ, спорт та жоқ, развитие жоқ, привычки да жоқ. Блог о жизни с характером, дисциплина и стойкость по-казахски, без оправдания. Кажется, мынау жазылған нәрсе, я, и мына контентпен бізде мүлде несі жоқ ше, байланыс жоқ. Неге мына жақта орысша жазып қойдық, барлық ақпараттарымыз қазақша. Қазақша жазбайсыз ба? Қазақша барлығы түсінеді ғой, қазақша жазып қойыңыз. Енді парақшаны көрсек, негізі мынандай қаралым жинағанда бар екен видеолар. Енді мына видеоны жіберіп отырсыз, неге қаралым жинаған жоқ дегенімен, ол видимо история өтпей қалды, немесе басында назар аудартқан істемей қалды. Себебі вот мынандай видеоңызда 358 мың қаралым жинаған. Көрейікші. Өз бетіне қайшымен пластикалық операция жасаған маньяк. 28 жастағы маньяк туралы көп видеолар сізде. Менің ойымша сіздің сондай парақшаңыз жалпы сол туралы мынау вообще болған сәйкес емес те. Мен мынаны оқып қазір шок болып отырмын. Спорт, тренировки, развитие, привычки. Как будто мынаны бір жерден пока олай жаза тұрайын дедік те. Маньяктар туралы, неше түрлі бір историялар туралы айтасыз екен. Жақсы, барлығы күшті, айта беріңіз, керемет. Жинауға болады. Менің ойымша сізге бұндай видеолармен ютубқа шығу керек. ютубқа шығу керек, табысқа шыққыңыз келсе, осындай видеоларды жинап, ютуб видеоларға соған кішкене үйрене бастау керек. Сол жағынан дамыту керек, дамуыңыз керек. Вот, потому что мынандай видеолар бізде мақсатты аудитория кім жиналады, не себеппен. Ары қарай табысты ойлап жатсақ, не бізден сатып алады, не оларға біз сата аламыз деп, сол жағынан ойлануымыз керек та. Менің сату бойынша немді көріп кетіңізші. Сату бойынша менің сабағымды көріп кетіңізші, немде бар, ютубымда бар, дайын тұр. Сонымен менің ойымша сізге дамуыңыз келсе, табысқа шыққыңыз келсе, осындай видеоларды ары қарай дамытып сізге ютубқа шығару керек. Ол и тиктокқа, ютубпен и тиктокқа. Наверное, тиктокта жақсы қаралым жинаған шығар. Тиктокта кішкентайлар жалпы аудиториясы қатты ұнатады осындай видеолар ше.
и ютубқа шығыңыз. Бүгіннен бастап уже ойланыңыз, қандай мен видео жасап жіберіп осындай историяны мен ютубқа шығара аламын. О жаққа бірақ ютубыңыз сізде 3-4 минуттық болу керек видео. О жақта жылдам қызықты қылып жасап істеп монтажын өзінің қыр-сыры бар. Мен ондай нәрсені үйретпеймін. Просто табыс жағынан айтып отырсақ, сіздің салаңыздағы мына видеолар мынау емес. Мына видеолар соған сай сияқты болып тұр. Сол, жастар мырза, сізге де көп рахмет, сәттілік тілеймін. Так, достар, келесі видео сосын уже келесі біздің шығарылымда кетеді. Опять, ең аяғында айта кететіндей, өткізбеңіздер, осы басқалардың да разборларында көріп те көп нәрсені түсіне кетесіздер, өздеріңізде қателігіңізде тауып кетесіздер. Өткізіп жаңағы видеоңызды көргеннен кейін көріп кетсеңіз, пожалуйста, комментарий жаза кетіңіздер. Қалай разбор сізге болды? Мүмкін жетіспей қалды разбор, мүмкін сұрақта қалып қалды, сонымен комментарийға бөлісе кетіңіздер. Сол. Көрермен, вообще сіз көріп отырған басынан аяғынан көрсеңіз, сізге көп рахмет. Лайкты баса салыңыз, подписка жасай салыңыз менің YouTube арнама. Сол. Егер сізге де разбор керек болып жатса, білесіздер, мына парақшама рилсті жібересіз и жазасыз мынау разборға деп. Сол. Баршаңызға рахмет, келесі шығарылымға көріскенше.